Мақсат Шығыс емханасы ауруға бүкіл ынта пейілмен қызмет көрсетіп, қоғамға төмендегідей уәде етіп, науқасқа ыстық ықыласпен қызмет жасайды. Науқасқа ғылыми түрде диагноз қояды және емдейді. Емхананың науқас сапа қызмет көрсету, сенімділікке алғыс шарт, ажалға арашашы, ауруға медет бүкіл ынта пейілмен науқас үшін қызмет көрсетеді. Сонымен қатар шығыс медицинасының тамыр ұстап диагноз қоюмен қатар заманауи медицина аспаптарын бірлестіре отырып, әртүрлі күрделі науқастар, қанты несеп ауруы, тыныс жол аурулары, жүрек қан тамыр аурулары, жүйке жүйесінің аурулары, ас қорыту жүйесінің ауруы, балалар мен әйелдер мен ерлер аурулары қатарлы күрделі ауруларды емдейді. Емдеу әдістері инемен емдеу, массажбен, жануарларды пайдаланып емдеу, табиғи шөптермен, бұлаумен емдеу, арасанмен емдеу, ток аппараттармен емдеу және тағы да басқа емдеу түрлері бар. Бұл аппарат Қытайда жасалған, Қытайда клиникада 15 жылдық тәжірибеден өткен. Қытайдағы үлкен клиникадардың барлығы осы аппарат дейді. Бұл аппараттың негізгі ролы ми сал аурулары және қан басынан жығылған, инсульттан жығылған адамдардың жан бір қол аяғы істемегендерге пайдалы. Бұл аппараттың ішінде 100 адамның миының толқындары кіргізілген, қалыпты адамның. Бұл балаға осылай қою арқылы автоматты түрде осы 100 баланың ішіндегі дұрыс болған бір толқын талдайды. Талдағаннан кейін осы толқынға қарай отырып, мына баланың миының толқындарын соған таятып, өздігінен әкеледі. Бұл дауалау арқылы бұл баланың қол аяғының жұмыс істеуін, мидың жұмыс істеуін, тілдің жаңағындай анықтығы осының барлығына көмектеседі. Бұл негізінен алып айтқанда бір жолда жарым сағат емделеді, бір емдеу курсы 10 күн. 10 күннен кейін бір демалыс жалғасты осы аппаратты алса болады. Бұл аппараттың ешқандай кері тәсірі жоқ. Мидың автоматты түрде осы компьютердан қалыпсыз толқындарын қалыпқа келтіреді. Мидың қан айланысын жақсартады. Нервтер тітіркендіреді. Осымен қатар баланың ойлау жүйесін де қалпына келтіреді. Бұл аппарат арқылы кішкене балаларды, үлкен адамдарды барлығында емдеуге болады. Қазір мына бала қолданып отырған балаларға қолданылатын тошкаларды басып отырмыз. Енді ересек адамдарға үлкені бар. Үлкен істетеміз. Осы арқылы Қытайда мен осы аппаратты 17 жыл қолданған. Бұл балалардың ми сал ауруы негізінен алып айтқанда іштегі кезде баланың инфекциялануы, немесе іште тұншығу және басқа туыт барысында тұншығу, сықылды көптеген себептері бар. Сол себептен балалардың миының жетілуі 3 жасқа дейін өте тез жетілу дәуірінде болады. 3 жастан 6 жас аралығына дейін емдеудің жақсы мерзімі есептелінеді. Бала 8 жасқа келгеннен кейін ересек адамдармен бірдей болып қалады. Сондықтан бұндай науқастарды емдеуде уақыттың бір күн, бір сағаттың өзі қанша бұрын емделсеңіз, емдеу өнімділігі сонша көрнекті болады. Бұл бала негізінен онша ауыр емес, жеңіл түрдегі. Бұдан да ауыр науқастар болады. Әдетте бір курсын алады, кейбіреулер 2-3 курсыға дейін алады. Оны жақсы болса, жалғасы етпесе де болады. Бір курсы 10 күн, 10 күнде негізінен алып айтқанда осы аппараттың ішіндегі қазір теңшедім. 100 адамның электрондық және түрде алынған миының толқындары бар. Осыны автоматты түрде баланың қайсысына тура келеді өзі теңшейді, тартып алады. Соның кейін барып келмеген жаңа толқындарын өзі аппарат соған қарай баланың миының толқынын апарады. Сонымен жайлап жарты сағат емдеу арқылы бұның негіз жақтан толқыны қалпына келеді. Келесі күн неме еткенде онан да жақсы болады. Сөйтіп 10 күн бір курсын алғанда балаға үлкен көмектеседі. Осымен қатар біз массаж істейміз. Массаж істегенде көптеген тошкалар болады. Шығыс медицинасын сол арқылы тітіркендіру болады. Және баланың миының әрекетін жақсартатын, иммунитетін көтеретін, әрекетіне көмектесетін ине шаншимыз, игле терапия істейміз. Бұл да негізінен біз бір рет істетіп тастайтын инелер, ол бір балаға бір рет істетіп тастатылады. Дезинфекциялап қайтадан істетілмейді. Өйткені әзір көптеген қан аурулары бар. Ол қаннан болатын аурулар біреудікін дезинфекциялап дұрыс болмаса енді біреуге бересің.
Сондықтан о жағынан алаңсыз болу керек, бір рет істетіліп сатылады. Осы әрекет болғаннан кейін осы жерде ата-аналарға кейбір балалардың әрекетін үйретеміз. Әке шеше клиникаға келгенде бір курс 10 күн, тіпті бір ай келетін шығар. Балаларға сол ауылға барғаннан кейін жүнде бір күнде 20 минуттан 2 рет, тіпті ауыр науқастарға 3 рет әрекетін үйретеміз. Қолын қалай әрекеттендіру керек, аяғын қайту керек, тілінің сөйлеуіне қалай көмектесу керек, ойлауына қандай көмектесу керек, қолының әрекетіне кішігірім нәрселерді алып салу арқылы болса да осының барлығын үйретеміз. Оны мен енді Қытайдағы үлкен университетте даярланған бір осы ата-аналарға айналған, семьяға айналған бір диска бар. Осыны орысша, қазақша перевод еткізіп жатырмын. Құдай қаласа осы науқастарды бір жағы үш жерде үйретемін ата-анасына, бір жағы осы дисканы беремін. Оны қойып ата-ана үйінде баласына көмектеседі. Ата-ана менен клиниканың көмектесуі және бұл жердегі кейбір науқастардың тіліне, тамырына қарай отырып шөптен дәрі береміз. Осы арқылы емдеу өнімділігі көбірек болады. Бұндай балалар негізінен алып айтқанда қоғамға, ата-анаға негізінен көптеген ауыртпалық жұмысына болса да осыны өз жерде емдеу арқылы алдағы жерде баланы тезірек өз тектес балаларының қатарына қосу, қоғамға, ата-анаға деген ауыртпарлығын жеңілдету. Осы арқылы енді Қытайда 17 жыл жұмыс істедім. Елге келгеннен кейін қолымнан келгенінше өз тәжірибемді қолдану арқылы елге еңбек етсем деген ойым, арманым бар. Шығыс медицинасы дәстүрлі медицинаның белгілі және дамыған саласы. Қытай медицинасының негізі қайнар көзі Қытай халқының көне мәдениеті мен дәстүрінен, Қытай өркениетінің жетістіктерінен басталады. Адамның организмін біртұтас дене деп қарастырады. Ол дененің саулығы адам организмдегі қуаттың тепе-теңдігіне байланысты деп санайды. Мұнда бір мүшеге ғана қатысты диагноз жоқ. Ол адамның денесін жанынан айырып қарамайды. Ондағы сезімдік, ділдік, рухани қызметтер тек миға ғана емес, әр мүшеге, әр клеткаға тән қасиет деп саналады. Бұл бала негізінен алып айтқанда мидың басқалай науқасы емес, өзінің иммунитеті төмен болғандықтан температурасы көтеріліп, температура көтерілгеннен кейін барып талған 6-7 ретке барған. Ол неден болады дегенде, температура иммунитеті төмен болғаннан кейін тұмау тиеді, тұмау тигеннен кейін барып температура көтеріліп, сонымен 39-40-қа барған ата-ана білмей қарады, өте шорт көтерілгенде сонан талған. Талу уақыты қанша ұзын болған сайын миға оттегі жетіспейді. Миға оттегі жетіспегеннен кейін баланың миының клеткаларында жаңағындай оттегі жетіспеуден болған әрекетіне, ойлауына, бәріне тәсір болады. Қазір бұл баланың бас ауырады. Бас ауыру ми клеткаларының жаңағындай жетілуі дұрыс болмаған. Сол себептен мұндай балаларды негізінен алып айтқанда иммунитетін көтереміз шөп дәрілер арқылы. Оның кейін қазіргі неменесі 7-8 ретке барғаннан кейін бұның қол аяғы және үлкен тошкалары болады да, иммунитетін көтеретін. Осы тошкаларын тітіркендіреміз, массаж жасаймыз. Массаж жасағанда біздің шығыс медицинасының массажы негізінен алып айтқанда балаларды мынандай бір саунадардағы сықылды рахаттандырып, былай қылу емес. Негізінен алып айтқанда осы нерв жүйелерін қуалай отырып, тошкаларын басамыз. Жаңағы нервтің ұйықтап қалған кейбір тошкаларын, істемеген тошкаларын тітіркендіру арқылы, массаж арқылы осыны жолға қоямыз. Бұны істеу барысында негізінен алып айтқанда балаларға істеген массаж ол сенің қолыңменен басып былай мыжғалай беру емес. Барлық энергияң сенің ішкі дүниеңнен ар жағынан келу керек. Ар жағынан келмесе, сен бер жағынан мыжғылай бергенменен баланың әзіргісінен бетер тіпті де қиынға түсіріп қоясыз. Сондықтан баланы массаж жасауда Қытайда негізінен алып айтқанда алдыменен бүкіл денесін босатады. Мынау енді негіз жақтан жаңа уқалаудың бірінші түрі шығыс медицинасында кунфа дейді, осын істетеміз. Бұл қарағанда бір әдеттегідей істетіліп тұрған дүние болғанменен бірі жаңағы домалатамыз, енді біреуі жиреміз, және біреуі ішкі дүниенің энергияны арқылы осы нервтерді тітіркендіруге, оятуға болады. Көбінде бұл амалымыз үлкен орындарға істетіледі. Кішігірім, кішкентай жерлерге істетсе бұл болмайды. Арқаларға, сосын мына қол аяқтарға істетіледі. Мойындарға басқа кішкентай неменелермен істетуге болады. Ауырды ма?
Бұның тошқыларын басуда негізден алып айтқан түзіп жатауы. Алдыменен баланың бүкіл бұлшық етін босатып барып баспасаң, оның өнімі де болмайды. Осы барыста біз ата-аналарға да үйрететін үлкен-үлкен бір тошқылары болады, басатын. Мәселен, бұл баланың ата-анасына айттым, жаңегіндей өзі біраз талған уақытта скорый шақырып барғанша бала оянбаған. Сондықтан сол үстінде керек. Үстінде бұның бір қанша тошқылары болады. Міне, баланың мына қолын былай ашып көрсеңіз, соны мына қолменен, мына өзіңіздің мына осы беліңізбен, мына жердегі мына сызық екеуі бірге келу керек. Соның кейін былай бассаңыз, міне, дәл осы тұрған жер хыгу дейді, Қытайдар. Осыны басса екі жақ қолын, бұл балаларды 2-3 минутта қайтадан есіне келтіреді. Сен скорый келіп барып болғанша жарты сағатта миыңа деген оттегі жетіспей, бала тіпті қиын күйде қалады. Осыны істеу керек. Екінші істейтін нәрсеміз отыра ғой. Бала былай жатқан уақытта, міне, хыгу дейтін жерді, міне, осы төшкіні басу керек. Екі қолдың, міне, осы жерін, сосын кейін осы мына екі жерін басатын болсаңыз, 2-3 минутқа қалмай бала есін жияды. Есін жиғаннан кейін клиникаға апаруыңызға әбден болады. Сол үстінде осы амалды қолданбаған баланың ата-анасы өйткені медициналық жақтан жаңағындай кеңес беру жетерсіз болған. 8 ретке барғанда осы екі жерін мен үйретіп бердім, көрсеттім, осыны істейді, бала 2-3 минутта есін жиеді, сосын апарса болады. Бұл балаға енді негізінен алып айтқанда сол көп күрделі емес, 8 рет болыпты, әдетте шығыс медицинасында 3 ретке дейін болса іштен кетпей, 3-тен астығаннан кейін қиын болып қалады. 1,5 жыл талмаған, оның кейін міне қайтадан талғанды осы 5-ші айда. Сондықтан бұл баланың немересіне көңіл бөлу керек. Алдағы жерде иммунитетін көтеру керек, массаж алу керек. Сосын осындай демалыс уақытта емделейін деп келген ғой. Жалпы алғанда басты назарды емделуге емес, аурудың алдын алуға аударады. Дәрігер ең алдымен салауатты өмір сүруге үйрете алатын ұстаз әрі ақылшы. Сау адамның алдымен дәрігерден кеңес сұрауы дағдылы құбылыс. Дәрілер дайындау үшін шығыс медицинасы тек қана табиғи құрамдарды қолданады. Бұл батыстық медицинада жиі кездесетін асқыну мен жанама қауіп қатерлердің болуын азайтады. Осындай ерекшеліктері арқасында оның ресми медицина әдістерінен белгілі бір артықшылықтары бар. Сонымен бірге шығыс медицинасының ұстанымдарының тиісті ғылым негіздеуі болмаса да, көп жағдайда оның емдік әдістерінің тиімділігінің жоғары екені байқалады. Бұл науқастың 20 неше жылдық жоғары қан қысым ауруы бар. Жоғары қан қысым ауруының уақыты өте ұзын болған. Онымен қоя уақытында дәрі-дәрмек ішпеген. Сол себептен бұл кісінің қазір қойып отырған аппаратымызға келсек, бұл науқастың әзір электрокардиограммасын көрсетеді. Соның кейін қандағы оттегінің қанығу мөлшерін көрсетеді. Мына 18-де отырған тынысы, оның кейін әзіргі қан қысымы 174-91. Бұл кісінің келген кездегі қан басымы 200-ден жоғары болған, төменгісінің өзі 120. Қазір мына 91-де 174-ті көрсетіп отыр. Бұл аппараттың бір жақсысы өкіл дәріс етуге қолайлы. Осыға қарай отырып, жаңа қан басымның, жүректің, жүрегіне қараңыз. Қазір бұл сигнал беріп тұрда. Жерлік орында дәрі ішкен, дәрі ішкеннен кейін бұл давлениенің дәрісіменен қоса басқа бір дәрілер ішкен, сонымен жүректің соғуы төмендеген. Әдетте бұл кісілердің жүрегінің соғуы 80-нің айланасында болу керек. Қазір мұнан көрсетіп отырған 58. Бұны 24 сағат тексеретін болсақ, жүректің соғуы тіпті 40 нешеге дейін барады. Сол себептен осы аппараттың арқасында жүрек бірінші осы науқастың жүрегінің соғуын 70-80-ге көтеру керек, давлениені жалғасты түсіру керек. Оның кейін мына екеуі өте жақсы қанның жаңағы қанығу мөлшері оттегінің және тынысы болады. Бұндай науқастарда өткенде бір науқас келді, ол науқаста 20 неше жыл емделмей, давление болып, жаңағындай жүрегінің қан басым болып жүре берген. Қан басының дәрісін ішсе ауырған. Сон бір врачқа барып сөйлескен, докторға барып сөйлессе, сен дәрі ішсең басың ауырып, жайсыздансаң, ішпей-ақ қой деген. Енді біреу іш деген. Сонымен 20 жыл ішпей келгендегі күйі бүйректің қан тамырлары қатайған,
сол арқылы бүйрек қызметін 70% жойған, тек қана қанды сүзу арқылы емдеу дәрежесіне келген. Ондай дәрежеге келгенде біздің қолымыздан келетін ешқандай амалымыз жоқ. Тек қана бүйрек алмастырады, не сүзу керек. Енді бұл кісілерге айтатын кеңесіміз енді жоғары қан қысымы ауруы болса, жаныңызға да батпаса да, басқалай амалдар арқылы түсіруге болады. Мәселен, өзіміздің қазақ емшілігінде мұндай бір немене бар. Қытай айтады, шөп дәрі біздікі дейді, карис айтады, біздікі дейді. Меніңше болған уақытта Алла тағаланың жаратқан жаңағы шөбі кім игілігіне жарасса, ол қандай бір науқастың бір көмектессе, ол сол адамның дүниесі болады, сол ұлттың дәрісі болып қалмақшы. Бұл кісілерге айтып отырмын, мұндай жағдайда егер жаңағындай дәрі ішсе жайыстанатын жағдайда қарақат, кәдімгі өзіміз барина қайнататын қарақаттың тамырын 8 айдың 20-сынан кейін қазып алып, көлеңке жерге кептіріп, сонан кейін оны жайлап 5-10 граммнан ішкен болса, басқалай дәрін ішпесе де қан басымын түсіруге болады. Бірақ оны өте көп ішіп қойса, о да дәрі қан басымын бірақ түсіріп жетуге болады. Онан басқа да көптеген дәрілер бар. Бұл кісіге айтып отырмыз, сондай қазақи жаңағындай шөп, химия емес, адамға көмектесетін осындай немелермен емдесеңіз деп. Үлкен адам болғаннан кейін дәрі ішу идеясынан өтпейді, жүре береді. Ертеңгі күні міне системалы түрде заңды дәрі ішпегеннен кейін жүрегінің әрекеті төмендеп кеткен. Мынадан енді 40-тан түсіп кеткеннен кейін болса, оны көтерудің өзі қиын болып қалады. Сондықтан енді науқастарға ескертерім, уақытында емделген жөн. Таңертең көзін тырнап аша салып, таблеткаға қол созатын адамдар уысыз дәрі ішуді әдетіне айналдырып алған, аңдамайда қалып жатады. Ал құрамында химиялық қоспасы бар дәрілер бір аурудан емдесе, жоқ ауруды қозғап шығарады белгілі. Аурудан қажып дәрімен таусылған адам жанталасып ең соңғы мүмкіндіктерді іздей бастайды. Емшілерге сенбейтін, бақсы құшнаштардан 60 шақырым аулақ жүретіндер неге екені белгісіз, шығыс медицинасы дегенде бұл емдеу тәсілін мойындайтынын білдіргендей, үнсіз келісіп, иланып қалатыны бар. Алып келіп отырған балам оңтүстік Қазақстан облысынан келіп отыр. Ол баланың осынға дейінгі диагнозы туылғанда, тұншығып туылған, кем аяқ қолында кішкене кемтік, сөйлегенде сөздерінің әріптері әлде де толық емес, жасы енді ғана 4 жаста. Біз Ташкентке апарып басын түсіргеміз, одан Шымкентке де түсірдік, бірақ емдік несі қасиетінің арғарай нерв жағынан көбірек емдеу керек екенін біліп, бүгін ғана осы Мақсат клиника орталығын естіп, араға бір 20 минут салмастан жетіп келдік. Осындағы көріп тұрған барлық бөлмелердегі медициналық аппараттар, емдеу нелерінің барлығы біздің Қазақстанда әлі болмаған. Бұны біз көріп, өзіміз өте қуанып отырмыз. 10 күндік курс лечениясын алғанға келгеннен бастап келісімімізді беріп отырмыз. Өйткені баланың ертеңгі өсіп келе жатқан балаға бұл емдік қасиеті берілетін емдік қасиеті өте зор деп сенімдеміз. Осы балалар бүкіл Қазақстанда бұл аурудың көптеп кездесетініне көзіміз жетіп жүр. Әрбір каналда, Шипа каналында да көрсетеді осындайды емдік нелерін. Осында келіп емделсе, осында курс лечениялар алса, бастарына аппарат жаңағыда айтып кетті. Мақсат ағаның өзі қандай неде. Сол дәрежеде бұл емдік қасиет өте орынды деп ойлаймыз. Осы балаларымыздың дені сау, Қазақстанның келешегінде үлкен үмітпен бір азамат болып өссе деген үмітпен жүрген ата-аналарымыз, рахметімізді көптеп айтар едік. Оңтүстік Қазақстан облысынан келіп отырмын, Чардар ауданынан. Менің бұл Мақсат клиникасына келген мақсатым баламды емдеу. Және де мен бір баламен келген жоқпын, 2 қыз, бір ұлымды алып келіп отырмын. Бұл жаңағы Мақсат клиникасын естіп, осы сонау километрді жүріп, кешіп жүрміз. Мен баламдың диагнозы 1 жастан белгілі, бірақ әлі емдеп келе жатырмын. Ешқандай нәтиже жоқ. Ауданда болсын, облыста болсын емделіп, соның барлық аппараттарына түсіп келе жатырмын. Бірақ ешқандай диагноз жоқ, диагнозы белгісіз, сол судорога ұстау жөнінде. Ал енді мына Мақсат клиникасына келіп, мына Мақсат ағайдың сөзін тыңдап, әйтеуір үмітімізді үзген жоқпыз.
Сол үміт арқасында мысалы мына баламды емдеп, қызымды да бәрін көрсетіп емдеп жүрмін. Сондай тамаша барлық жері барлық аппараттарының барлығы неде жайында орналасқан, жатқан жерлері барлығы тап-таза, сондай керемет. Енді баламды емдету үшін, қыздарымды емдету үшін осы клиниканы таңдадым. Дүние жүзіне белгілі шығыс медицинасының бір бағыты чжэнцю терапиясы, яғни инемен емдеумен күйдіру. Қазіргі кезде Қытай медицинасы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында ресми түрде танылып отыр. Бұл аспап негізінен қан тексеретін аспап, қанның 20 неше түрлі түрін тексереміз. Негізінен диагноз қоюға ерекше көмектесетін қазіргі заманға сәйкес Қытайдағы дамыған аспаптардың бірі бұл. Негізінен 20 минутта дайын болады. Қазір тексеріп. Мінекей, қазір өз автомат түрде тексеріп шығады, 20 минут дайын болады. Қосымша мынау да қазіргі заманға сәйкес аспап, бұл негізінен әйелдер ауруын тексеретін. Маткадағы қабынулар, қынап жолындағы микробтарға негізінен нұр арқылы дауалаймыз. Бұда негізінен жетті қазіргі заманға сәйкес аспаптың бірі. Бізде енді негізінен аспаптарымыз әлі келеді, бұдан да жеттік аспаптарымыз келу үстіне. Негізінен басқаларға қарағанда бізде осы аспаптар бар, жүрек тексеретін, қосымша несіп тексеретін, қан түрлерін тексеретін, тағы бір аспаптарымыз бар, қанның қант құрамын тексеретін. Мінекей, бұда дайын. Мына аспабымыз негізінен несіп тексеретін. Кіші дәрет тексеретін аспап, бұда негізінен 10 минутта дайын болады, автомат түрде тексереміз бұл. Мына аспапта негізінен қазіргі заманға жеттік аспап, негізінен геморройға, мына аллергияларға, мұрын, тыныс жолдары қабынғандарға нұр арқылы дауалайтын аспаптың бір түрі, жаңадан шыққан аспаптар. Негізінен осы аппараттарға жауаптым, және қосымша сестралық қызметті атқарып жатырмын. Біз бұл жерге істегенмен негізінен 2 ай болып қалды. 2 айдың ішінде талай аурулар келді, алғысын айтып жатыр. Көптегені жазылып кетті. Басқа орынға қарағанда біздің негізінен аспаптарымыз жеттік, арзан. Енді біз осы отанға келгендегі мақсатымыз бір кісілік үлесімізді қосу. Және мына бастығымыз айтқандай, қаншама сәби балалардың осы әрең кіріп шығып, мына ми сал ауруына шалдыққан балаларды көріп, ішіміз сондай ашып күйінеміз, тезірек солардың сақаюына. Міне жаңа көрдіңіздер, сондай аспаптар келіп жатыр. Негізінен көмектеседі. Кейбір қандастарымыз мәселен Қытайға барып жатады, ел асып басқа мемлекеттерге барып жатады. Кейбір қандас туысқандарымыздың мәселен қаржат жетпейтін жағдайлар болады. Мүмкін соған қарағанда біздің мына жер қолайлы, арзан. Сол барып келген кіресі шақтық сол балаларын емдете алады деген ойдамын.